Ассалаумағалейкум, армағазақ арнамызға қош келдіңіз. 3 сәуірге арналған ауа райы болжамы видеоролик тұрсында толығырақ мәліметке ие болды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк деп өтпесе тетемелерін баса кетуді ұмытпаңыз. Ал онда біз бастадық. Қазгидромет 3 сәуірге арналған ауа райы болжамын жариялады. Ресми ақпаратқа сәйкес ел аумағының көп бөлігі антициклонды жотада ықпалында болады, сондықтан күн жауын-шашынсыз болады. Тек елдің оңтүстік-батысы, оңтүстігінде фронталды бөліктерінің өтуіне орай жаңбыр жауады. Оңтүстіктен найзағай ойнайды. Республика бойынша оңтүстік-шығыста қатты жел, оңтүстікте шаңды дауыл тұрады. Батыста тұман деп күтіледі. Жетісу, Жамбыл облыстарында жел тұрып, екпіні 30 метр секундқа дейін жетеді. Күндіз Түркістан облысының таулы аумақтарында қатты жауын-шашын жауады. Түнде Алматы, Жамбыл облыстарында 1-6 градус, Жетісу облыстарында 2-7 градус, Түркістан облысының солтүстігінде таулы аумақтарында 1 градус үсік сақталады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.